Сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын осындай творожный запеканканың рецептісімен бөлісемін. Өте нәзік болып шығады. Ең қызығы барлығы 3 қасықтан ғана қосылады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, маған тіркеліп қойыңыздар. 600 грамм сүзбемізге 3 жұмыртқаның сарысын қосамыз. Ақуызы мен бөлек алып қойдым. Кішкене тұз қосамыз. 3 ас қасық қант қосамыз. Егер кішкене тәптірек болған қаласаңыздар, онда 4-5 қоса берсеңіздер болады. Және де 3 ас қасық осындай манка қосамыз. Және де кішкене ғана ванилин қосып жіберсеңіздер болады. 3 ас қасық қаймақ қосамыз. Менде 20% қаймақ, дүкеннің қаймағы. Енді осы массамызды блендермен езіп аламыз. Біркелкі болуы қажет. Енді осы бөлек ыдысқа ақуызымызды венчикпен әбден аппақ боп өзінің формасын ұстағанша осылай көпіртіп жаңағыдай шайқап аламыз. Енді біз сүзбелі массамызға қосып біркелкі болғанша араластырып аламыз. Осы кезде сіздер духовкаларыңызды 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Енді мен формамды аламын. Менде 24 диаметр 24 сантиметрлік форма. Жан жақтарын бәрін маймен жағып шығамын, жабысып қалмас үшін. Негізі бұдан кішірек форма алсаңыздар, жаңағыдай биік болып шығады сіздің запеканкаларыңыз. Сол себептен кішірек алсаңыздар да болады. Енді формамызға саламыз, біркелкі етіп орналастырып аламыз. Осылай жасасаңыздар, беті теп-текс болып шығады. Енді духовкамызға шамамен 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Міне бізде запеканкамыз өте пісті, өте дәмді болып шығады. Әбден суығаннан кейін барып, осылай формадан босатамыз. Енді біз кесіп көрсетеміз сіздерге. Дәмі енді өте күшті болып шығады, сөзбен жеткізу мүмкін емес. Орысша айтқанда воздушный болып шығады. Өте нәзік болып шығады, ешқандай түйіршіксіз, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер осы рецептпен. Енді мен әсемдік үшін шоколадпен әсемдеп шығамын. Негізі сүзбелі запеканканы кез келген сгущенкамен болсын, вареньемен болсын жей беруге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге видео рецепт ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналымда өте көп рецепттер бар. Келесі кездескенше.